жалпы оқушыларымызға жыл сайын біз 4 таңдау курсын өтеміз. Міне, 4 таңдау курсы. Грантқа 4 таңдауды қалай жазу керек, жалпы қалай түсу керек деген сияқты осындай курс өтеміз. Міне. Осы жылда осындай курс өттік. Ішінде осындай 5 сабағы бар. Ішінде нақты 4 таңдауды қалай жазамыз, барлығы айтылған. Оқушыларымызға біз дәл осындай не береміз? Файл береміз, қараңдар. Мына файл енді прям потолок файл, оқушылар. Қазір мен сендерге көрсетем. Міне, бұл жақта оқушыларымыз үшін біз мамандықтар ма? Мынау екен. Қараңдаршы, мынандай нәрсе береміз. Бұндай нәрсені ешкім еш жерде оқушылары үшін бермейді. Ешкім еш жерде. Мынау астын көріп тұрсыңдар ғой? 50-60 балл үшін. Көріп тұрсыңдар ғой астын оқушылар, я? Сендерге бүйтіп көрсетіп қойын. Міне, 50-60 балл үшін. Міне, 4 таңдауларды қалай жазамыз? Міне, тұр мына. Көріп тұрсыңдар ғой? Алматыға түсем деген оқушылар үшін, Астанаға түсем деген оқушылар үшін, немесе басқа қалаларда бола береді деген сияқты әртүрлі выбор үшін біз 4 таңдаулардың бәрін жазып қойдық осылайынан. Келесі 60 пен 74 балл. Неге 74? Себебі 75-тен басқа мамандықтарға мүмкіндік ашылады да бізде. Міне. Уже мына үлкендеу выбор көп, көрдіңдер ма? Келесі 75-84, бұдан да үлкен. Міне, бұдан да выбор көп. Көрдіңдер ғой? Міне, дәл осылайынан Алматыға түсем десеңдер, мынандай мамандыққа түсем десеңдер, Астанаға түсем десеңдер, мынандай мамандыққа түсем десеңдер, басқа университеттерге, қала түлектері үшін, ауыл түлектері үшін, ауыл квотасы бар үшін, жоқ үшін, тағы не, белгілі бір квоталары бар, жоқ, көп балалы емес, барлығы осында. Міне, 106, 115, 115, 125, осылардың барлығын біз оқушыларымызға жазып, кәдімгідей жібереміз. Міне, егер сен осындай балл аралығында алып отсаң, сен смело осындай 4 таңдау жаза берсең болады деген сияқты. Көріп түсіңдер ма? Потолок па? Біз оқушыларымызбен осы жылғы оқушыларымызды дәл осылайынан курсын беріп, міне, грант конкурсы дегеніміз не? Қажетті құжаттар, оларды қалай аламыз? Шекті балл дегеніміз не? Университет шекті балдары, химия, биологияда қандай мамандықтар бар? Пет квота деген не? Ауыл квота деген не? Жалпы квоталардың түрлері, көп балалы не туда-сюда деген сияқты жалпы квоталардың түрлеріне кіріп кетеді. Сосын 4 таңдауды қалай жасаймыз? Осының барлығын мынау файлды біз просто бере салмай, еще оқушыға ашып көрсетеміз кәдімгідей. Түсіндіріп, міне, мынау видеосабақ полный сол жайлы. Мына міне кәдімгідей отырып, міне грант сандары осындай, түсу балы осындай таңдаулар жасай аласыңдар деген сияқты қылып осылайынан отырып, кәдімгідей оқушыларымызға біз полный айтып береміз. Соның арқасында бізде Мұратова Нәйлә оқушымыз соңына дейін барып, әкімдік грантпен, тоже әкімдік грантпен түсудің өзінің тоже шарттары бар, оны тоже біз айттық оқушыларымызға. Сөйтіп, өзінің мамандығына түскен екен. Потолок па? Ендеше, сендер үшін, мен ағай, дәл қазір курсқа тіркелгім келіп жатыр дегендер үшін, төменде курс жайлы ақпарат деген батырма шығарып қойдық. Дәл қазір тездетіп, жеңілдікпен тіркелгім келеді деген оқушылар болса, тезірек алып осы батырмамен өтіңдер. Егер дәл осылайынан сендерге бүкіл химия биологияның лайфхактарын көрсетіп жатырған, бүкілін білетін, жалпы бүкілін таныстырып отырған курспен не үшін осы курсқа, не үшін осы командаға сенбеске? Дұрыс па оқушылар? Сендер
басқа жерден басқа бір курс алайын деп жатқан кезде осы ақпараттардың барлығын олар біле ме білмей ме, сендер қайдан білесіңдер? Егер ол ақпараттардың барлығын олар білмесе, сендерге түсіндіріп айта алмаса, то значит бітті ғой. Сендердің басқа курстармен сөйлескен менеджерларың, нелерің бұл ақпараттарды явно білмейді дейтілер. Бұны білмейді деген сөз, жалпы ол курс сендерді ондай деңгейге шейін апара алмайды деген сөз. Сондықтан сендерге осы қаншама тегін ақпараттардың барлығын біз беріп жатырмыз. Біз көрсетіп жатырмыз. Единственный бізден басқа ешкім сендерге бұндай пайдалы ақпараттарды көрсетіп жатқан жоқ. Сондықтан таңдау қай жерде екенін білесіңдер деген сенімдемін. Біз өз оқушыларымызды тек оқытып қана қоймай, жалпы грантқа түсуіне дейін көмектесеміз. Себебі шындарыңды айтыңдаршы, оқушылар, негізі барлықтарыңның мақсаттарың ол грант қой. Қанша жерден химия оқу болмасын, қанша жерден биологияны оқу болмасын, дайындалу, не туда-сюда, қанша бал ертең алғандарыңмен, енді әркімнің өз деңгейіне байланысты, әркім өз тырысқаны бойынша бал алады ғой. Но сол балмен енді грантқа түсу қажет емес пе? Қанша оқып, қаншама ай дайындалып, қаншама оқу жылын дайындалып, ертең грантқа түсе алмай қалсаңдар, оқу орталықтарың сендерді лақтырып кететін болса, төрт таңдауды біз жасамаймыз, сендерге көмектеспейміз деп сендерден қашып кететін болса, онда зачем? Онда зачем сендер жыл бойы оқыдыңдар, егер просто алып нормальный грантқа түсе алмасаңдар? Дұрыс па оқушылар? Менің ойымша дұрыс, иә. Сондықтан біз полный профориентологпен, эфирлеріңмен, төрт таңдауларыңмен грант түрлерін толық айтып, төрт таңдау бойынша көмектесіп, жалпы сендерді грантқа дейін жетелейтін, нәтижеге жұмыс жасайтын курспыз. Қараңдар оқушылар, нақты мақсат қойған адам оған жетудің жолын әрқашан табады. Сондықтан осы нәрсені миларыңа сіңіріп алыңдар и сол нәрсені қорыта беріңдер оқушылар. Өз мақсаттарыңа адал болыңдар оқушылар. Бұны Браннан Трейси деген Тед Толкер мықты кісі айтып кеткен. Енді медицинаға грантқа түскен біздің топ оқушылар бізде. Міне осы, міне тағы да енді жалпы суреттері бар, суреттерін бергендер бар, бермегендер бар деген сияқты өте көп оқушыларымыз бар. Сен де келесі жылы грантқа түскен оқушылардың қатарынан болғың келсе, бізде грантқа түскен оқушылардың 90% дайындығын ерте бастаған, дайындығын қажет кезде бастаған. Дәл сол моментте сендер бұл эфирге жайдан жай кіріп отырған жоқсыңдар. Бұл белгі. Дәл қазір барып ата-аналарыңа айтып, міне бұл курстың өздерінің жеке осында 2 кітабы бар, авторлық. Өздерінің үлкен платформалары бар. Платформаларында ұбт-ға сәйкестендіру, көп жауаптылық тесттерінің түрлері бар, барлығы бар. Кураторлық жүйесі, барлығы күшті қойылған. Ертең грантқа түсетін кезде біз ешқандай қиналмаймыз. Ешкімнен қосымша профориентологтан ештеңе сатып алмаймыз. Атак профориентологпен 4 таңдауды жасау қазір бір 40-50 мың теңге тұрады, білесіңдер ғой. Мықты профориентологтар вообще 100 мың теңге тұрады. Так что мынау курс сендерге просто 100 мың теңгелеріңді экономить етіп қалады. Просто. Сондықтан дайындығын бізбен бірге жасағысы келетін оқушылар мен деп жазып кетіңдерші, өтініш чатқа. Давайте сендерге курс жайлы толық айтып берейін, иә. Химиядан сендерге өзім сабақ беретін боламын. Курс ұзақтығы 5 ай, 64 видео сабақ, 64 тақырыптық тесттер, дайын конспекттер барлығы бар. 5 бөлімнен тұрады. Міне биорганика, органика, бейметалдар, металдар жаңа формат. Барлығы жүйелі түрде. Не оқиым, қандай нәрсені оқиым, қандай кітаптан оқиым, теорияны қай жерден оқиым, кітаптың қай бетін оқу керек деген сияқты қиналып жүрмейсіңдер, қандай тестті тапсырамын деген сияқты қиналып жүрмейсіңдер. Еще одан бұрын оқушылар, бізде мынандай нәрсе бар. Мынандай өте керемет нәрсе бар. Бізде мысалы өздерің дайындалғанның ең қиын нәрсесі, ол не нәрсе оқушылар? Ол есептің жауабын білмеу. Дұрыс па? Есептің жауабын білмеу. Бізде қатемен жұмыс деген нәрсе бар. Яғни, мысалы, мынау нені сендер мынау сұрақты қате жібердіңдер делік, 13-ші сұрақты қате жібердіңдер. Сендер мына жауапты белгілеп қойыңдар, бірақ дұрыс жауабын білмей жатсыңдар. Мына жақта шықты, дұрыс жауабын мынау деген сияқты. Түсініп тұрсыңдар ма? Аласыңдар, не істейсіңдер? Мынаның астындағы қиналып, куратордан сұрап, ментордан сұрап, не істеп, үйтіп жүрмейсіңдер. Просто астынан жай ғана осылайна астынан несін көре саласыңдар, талдауын көре саласыңдар. Міне, мен осы жақта не істегенмін, дәл осылайнан талдауын түсіндіріп бергенмін. Мынау вообще потолок нәрсе. Мынау вообще потолок нәрсе, оқушылар.
қатемен жұмыс. Біздің платформа датаво осындай деңгейге дейін дамып кеткен. Көрдіңдер ғой? Мысалы, мына жақта 96 грамм или 96 грамм шығарыңдар, бірақ рандом белгілей салдыңдар, бірақ білмейсіңдер не үшін 96 грамм шыққан. Аласыңдар да, міне, мынаны басасыңдар, осы жақтан талдауын естисіңдер, талдауын көріп аласыңдар. И болды, все. Там куратор қашан жауап береді екен, ментор қашан жауап береді екен, осындай деген сияқты күтіп уақыттарыңды құртып жүрмейсіңдер. Көріп тұрсыңдар ғой? Вот. Келесі, бергі ағайларың курс ұзақтығы 5 ай, 120 видео сабақтан және 9 бөлімнен тұрады. И жалпы бізде химия биология таңдаймын деген оқушылар үшін бізде уже уақыт аз қалды. Жалпы міне, қараңдар, санаңдар, уже шілде айы бітті, не қалды? Тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Қаңтар роботыға шейін 5 ай қалды. И біздің курстарымыз 5 ай болады. Көріп тұрсыңдар ғой? Яғни қаңтар роботыға шейін ровно үлгерудің ең соңғы мүмкіндігі сендерге. Осы айдың уже бастап кететін болсаңдар, қазір тіркеліп, жеңілдікпен сендер 5 айлық курсқа үлгеріп қаласыңдар. Дәлше уже қаңтар роботыға үлгермейсіңдер, оқушылар. Дәлше уже қаңтар роботыға үлгеру мүмкін емес. Естіп тұрсыңдар ғой? Келесі бізде 98-ші ағым басталады, сол 98-ші ағымға тіркелу жүріп жатыр дәл қазір. 0-ден бастап, полный 0-ден бастап үйретеміз оқушылар. Көріп тұрсыңдар ғой? Міне мысалы, Менделеев кестесі деген сабағымыз тұр ғой, вот осы. Видео сабақтар мықты сапада. Астында міне мынандай, көріп тұрсыңдар ғой, астындағы несі бар? Атет жағы. Чек-листтері бар. Дайын конспекттер деген. Дайын конспекттері бар. Міне, дайын конспекттерімізді дизайнер жасаған, толықтай әдемі дизайнда сендерге ыңғайлы болу үшін барлығы түсінікті. Келесі, тест тапсырмалары, бір жауапты, көп жауапты деген нәрселер қосылмай кетіпті. Ладно. Оны мен сендерге былай көрсете салайын. Так. Менің тесттерім. Мысалы, міне, мына жақта бізде контекст бар. Контекст форматы тоже бізде бар. Дальше, сәйкестендіру. Міне, осындай сәйкестендіру. Дәл осындай сәйкестендірумен дайындаласың. Қай жерде бұндай сәйкестендіру нұсқадағы тесттері бар, оқушылар айтыңдаршы. Қай жерде бар бұндай сәйкестендіру? Келесі, көп жауаптылық платформада, өздерінің платформаларында әр 2 апта сайын деңгей анықтау сынағын тапсырасыңдар, әр 2 апта сайын нұсқа тапсырасыңдар. Получается, әр бір апта сайын сендер нұсқа и деңгей анықтау сынағын кезек тапсырып отырасыңдар. Міне, ОБТ-ға барған кезде, ойбай құрсын, мынау сәйкестендіру деген не нәрсе деп ауыздарыңнан су ағып, көздерің банкі болып отырмайсыңдар. Сендер уже бізде жаттығып аласыңдар. Бізде уже әр тақырыптың ішінде көп жауаптылық, сәйкестендіру деген нәрсенің бәрін қосып тастадық. Осы жолы кәдімгі өзгертіп барлығын қосып жатырмыз оқушылар. Кураторлық қадағалау біздің ең мықты деген кураторларымызды жіберетін боламыз сендерге. Кәдімгідей кураторларымызды біз сұмдық қылып аламыз. Найм жүйесі кураторлардың прям үлкен бір фильтрден өткіземіз кураторларымызды. Яғни тек қана бір ойбай жоғары балл бізге кел деп емес, неше түрлі собеседованиялардан өтеді бұл кураторлар. Сөйтіп барып сендердің алдарыңа барады. Собеседованиядан өтеді, жаңағы стажировкалары бар, нелері бар. Бұлар да бізге зачет тапсырып, не істеп, сөйтіп барып мықты болып сендердің алдарыңа барады. Міне, келесі, дәл осы кураторлар сендердің зачет, жұптық жұмыс, сабақ тапсыру дегендердің барлығын алады. Пробный тапсыру, дәл осылайынан сендер кураторлармен бірге пробный тапсыратын боласыңдар. И дәл осы атмосфераны сезінгілерің келетін болса, жалпы бұның барлығы орта үшін ғой, оқушылар. Орталарыңда барлығы медицинаға грантқа түскісі келетін, жоғары балл жинағысы келетін, жалпы сабақ оқысы келетін, алға дамитын ортамен бірге болады да. Міне, мына ортаның барлығы, мына оқушыларға қарап, сендер де соларға қарап жаттығасыңдар, сендер де соларға қарап жарысасыңдар. Түсініп тұрсыңдар ғой? Яғни орталарың күштірек болған сайын, сендер де не боласыңдар? Мықтырақ боласыңдар. Сондықтан төмендегі батырмаға басып, тезірек үлгеріп қалыңдар. И осының барлығы бір ғана ұялы телефонның ішінде, оқушылар. Сайтымыз бар, ноутбуктан, планшеттен ашқыларың келсе, біздің неміз бар, приложениеміз бар, телефоннан кез келген жерде жүріп, кез келген уақытта ашып оқи бере аласыңдар. Ешқандай кедергісі болмайды.
бір сағаттан 2-ден басталады, 2-де отыруың керек, осындай деген сияқты офлайн курстар сияқты біз сендерді қинамаймыз. Так что кез келген уақытта сабақтарыңды қарап оқи бере аласыңдар. Дәл сол сабақтарға сендерге 2 күн дедлайн беріледі, 2 күн дедлайнның ішінде кез келген заттарын жасайсыңдар. Биологиядан бізде міне 5 ай бойы болады. Тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. 5 ай. 1, 2, 3, 4, 5 ай. Дальше уже қаңтар роботы. Қаңтар роботтан кейін уже қаңтар роботы эфирлері болады. Наурыз роботы болады. Наурыз роботы эфирлері болады. Неге 2 ай қойып отырмын? Себебі ұбт-лар бізде 2 ай бойы болады. Түсіндік қой, иә? ұбт-лар бізде 2 ай бойы болады. Келесі бізде мамыр айында сендерге қайталау айын өткізетін боламыз. Жалпы барлық ақпараттарды бір қайталатып деген сияқты. И сосын уже маусымда нағыз ұбт бір рет болады. Шілдеде біз сендерге жаңағы 4 таңдау курсын полный өткізіп, до конца апарып, гранттарыңа дейін не істейтін боламыз? До конца апаратын боламыз. И тамызда сендермен бірге грант нәтижесін күтетін боламыз. Грантқа түскен оқушыларды құттықтап, барлығына бір құттықтау жіберіп, жарайсыңдар деген сияқты оқушылармен жалпы ақтық сапарға аттандырамыз. Так, биологиядан бізде жалпы 120 видео сабақ, 9 бөлім бүкілі қамтылады. Ботаника, зоология, анатомия, цитология, молекулалық биология және биохимия, генетика, эволюция, биотехнология, биологиялық басқару барлығын қамтитын боламыз. И қаңтар роботтан кейін бізде ұбт-тан 40 плюс жинасаң, платинум тобына кіре аласың. Ал 30 плюс жинасаң, голд тобына кіре аласың. Яғни, дәл қазір сендер 5 ай бойы қаңтар робына шейін оқып, егер сендер химиядан 30 плюс жинасыңдар, голд тобына кіресіңдер, 40 плюс жинасыңдар, платинум тобына кіресіңдер. Бұның жақсы жері не? 6 ай бойы тегін оқисыңдар. 6 ай бойы тегін оқисыңдар. Яғни, міне мынау қаңтардан бастап маусымға дейін санайықшы, міне қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым 6 ай бойы тегін оқитын боласыңдар сендер. Я, әрине, сендер қазір курсты алатын болсыңдар, доступ болады, но ол әшейін доступ та. Әшейін доступ, ешқандай сабақтар болмайды дәлше. Типа, қазір мынау жалпы курстарыңды аяқтағаннан кейін қаңтардан маусымға шейін просто доступ болады. Эфирлерді просто өтеміз сендерге и все. А егер 30 плюс 40 плюс жинасаңдар, 6 ай бойы кураторларыңмен бірге, менторларыңмен бірге жесткий дайындық болады. Жесткий дайындық болады. Ешқандай демалусыз несіз. Енді курс бағалары қанша? Жай ғана химия стандарт 315 000 теңге, биология 315 000 теңге, комбо химия мен биология 495 000 теңге, оқу сауаттылығы мен ат сауаттылығы бонусқа. VIP комбо несі бар ішіндегі Қазақстан тарихы мен 565 000 теңге. Ал енді бүгінгі эфир оқушылар үшін, бүгінгі лагерь оқушылар үшін тек бүгін 23.09-ға дейін ғана жеңілдіктер. Нереальный жеңілдіктер. Тек қана химия бізде 189 000 теңге, тек қана биология бізде 189 000 теңге, ал екеуі комбо ретінде сендерге 295 000 теңге. Бұндай жеңілдікті біз ешқашан жасамағанбыз, так что осыған үлгеріп қалыңдар. Бағалар қымбаттап жатыр. Осыған дейін тіркелген оқушылар бұдан да төмен бағамен алған, сондықтан мынау ең төмен бағалардың бірі. Тем более, сендерде уже 5 ай қалды, сендерге комбоны алу керек. Прям химия мен биологияны бірге бастауларың керек. Обязательно. Себебі белгілі бір пәнді кеш бастап қойсаңдар, уже бітті. Белгілі бір пәнді кеш бастап қойсаңдар, все. Келесі пәнді уже қаңтар роботқа шейін үлгермей қаласыңдар, оқып түсініп тұрсыңдар ғой. И осы кезде сендерге мат сауаттылық пен оқу сауаттылығын тегін беретін боламыз. Плюс мына кітапты сендерге тоже тегін беретін боламыз. Осы кітап Қазпочтамен тегін жібереміз. Міне. Енді қарайық мысалына 189 000 теңгеден бөлек-бөлек алсыңдар, сендер 378 000 теңге шығып кетесіңдер. Ал мынау сендер 295 000 теңге. Получается, қанша болып тұр мынау? 83 000 теңгеге жеңілдік. Мынау екі курсты бөлек-бөлек алғанша бірге алсаңдар, минус 83 000 теңге жеңілдік беріп тұрмыз. Минус 83 000 теңге жеңілдік. Енді тарихтан бізде, тарих алам десендер, әлібек ағайларың бар бізде, курс сақтығы 4 ай, 72 видео сабақ, 72 тақырыптық тесттер, 72 дайын конспекттер бар.
бонусқа біз орынбасар ағайларының мат сауаттылығын береміз, и Зафура апайларының оқу сауаттылығын беретін боламыз. Тіркелу үшін төмендегі кнопкаға басып тезірек тіркеліп алыңдар оқушылар. Кнопка басылмаса 706-809-1010 деген нөміріне жазып кетіңдер. Міне 98-ші ағымды өткізіп алмаңдар. Сендер үшін ең соңғы ағым 98-ші ағым оқушылар, себебі қаңтар роботыға шейін 5 ағай қалды, ал курс ұзақтығы 5 ағай. Сондықтан бұл ең соңғы мүмкіндік. Енді курс алуға қаржы мәселесі жетпей тұрса, қаржы мәселесі кедергі болып тұрса, онда қараңдар. Курс алу бұл өздеріңе деген инвестиция. Себебі курспен грантқа түсу шансы көбірек пе, әлде өздерің дайындалып грантқа түсу шансы көбірек пе? Әрине, курспен дайындалып грантқа түсу шансы көбірек. И ертең педагогика медицинаға түссеңдер 84 000 теңге болады. Но жалпы жыл сайын бұл шама плюс 10%-те көбейіп отырады. Келесі жыл, мысалы, осы жылғы түлектер үшін 95 000 болады, келесі жылғы түлектер үшін уже вообще 101 нәрсе мың болады. Получается, сендер үшін уже там 110 000 теңге болатын болса стипендия, 110 000 теңге стипендия болатын болса, 110 000 теңге, ойландаршы, 110 000 теңге стипендия аласыңдар, сендердің курстарың 295 000 теңге болады. Получается, сендер 3 ағайда осының ақшасын ақтап аласыңдар, да? 3 ағайда 3 айлық стипендияларыңмен мамаларыңа жібересіңдер да, от души деп. Или там кім төлеп жатыр, үйдегі үлкендер. 3 айға стипендияларыңды үйдегі үлкендерге жібересіңдер де, міне от души, короче. Мен оқытып бергендерің үшін деп, дік, или там 6 ай бойы стипендиялардың жартысын жіберіп отырасыңдар да. Міне от души, рахмет, мам, пап, там туда-сюда, үлкендер, ата, әже, аға, туда-сюда, кім бар? От души, рахмет деп бересіңдер. Все, болды. Полный ақталасыңдар да.